Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай қысқа арналған аджига кобра жасайтын боламыз. Ол үшін барлық көкөністерімізді, қажетті көкөністерімізді тазалап, жуып, шайып, осылай ет тартқыштан өткізіп аламыз. Мөлшерлерін астында официантняға қалдырып кеттім. Сояқтан көре аласыздар. Осылай барлығын жуып, шайып, тазалап, ет тартқыштан өткізіп дайындап аламыз. Сосын қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, үстінен қызанағымызды құямыз. Қызанағымызды құйып, жақсылап араластырып, 5-10 минут қайнатып аламыз. 5-10 минут жақсылап бұрқылдап қайнағаннан кейін бір қозғап, үстінен шегілген болгар бұрышымызды құямыз. Болгар бұрышымызды құйып, жақсылап араластырып, бұны да 20-30 минут қайнатып қоямыз. 20-30 минут осылай бұрқылдап қайнағаннан кейін татымына қарай 2 ас қасық тұз саламыз. Және де 5 минут қайнатып, үстінен ащы бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Артынан сарымсағымызды және зеренімізді де салып, жақсылап араластырып, 10 минутқа қайнатып қоямыз. 10 минут жақсылап бұрқылдап қайнағаннан кейін банкілеріміздің крышкаларын осылай қайнатып, аджигамызды жақсылап араластырып алып, арнайы банкілерімізге осындай арнайы варенканың көмегімен осылай құйып шығамыз. Ыстықтай суытуына құйып, банканың крышкаларын мен осындай брандалы крышка пайдаландым. Жақсылап ауасын шығарып, бұрап аламыз. Мінекей біздің аджигамыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер міндетті түрде. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз.